Айтыңызшы аға, шаруашылықта болған кезде сіз ауырып қалдыңыз ғой. Сіз сол кезде мал бағып жүрдіңіз ба? Мал бағып кешкі қамақ сағат 8-де құрадым ғой соңғы. Кешкі 8-де ма? Күн жайлап алдым қисайып қалса сені. Енеге жоқ жүре бермін. Сотқа қолым жетті балағыздан құлаққа бұлдым. Келіп алып кетті ғой. Мына үйді қай кезде алып едіңіз аға? Осы үйді? 96-та алдым. 96 жылы. Иә. Мал баққаныңыз үшін берді ма бұны? Мен мальчикер бұл адамды алмады, мен алды. Маған алып берді ол. Енді қазір осы үйді саудалап жатыр ма? Иә. Не дейді қазір? Үйді айтарысын дейді, оның төлемес үйді айтарысын. Жалақыңыз қанша болды мал бағып жүрген кезде? Ой, әр түрлі көкім. Қаншадан бастадыңыз? 10 мың болды, 20 мың болды. 35 болды. Осы 23-тен бастап 24-те 20 болды. Солай қалды. Сол азғантай ақшадан басқа ештеңе бермеді ма? Жоқ. Соғымды сол өзіңіз бағып жүрген малдан сатып алдыңыз ба? Иә. Неше жылда сол өзіңіз сатып алып отырдыңыз ба? Иә. Ең бірінші сізді қамады ғой. Қайда барды сонда? Петербургқа барды. Бұрын ондай жерді көрдіңіз ба? Мүмкін болмады. Қазір енді аман-есен балаларыңыздың арасына оралдыңыз. Не сұрайсыз аға? Естен салам айтқаным сөз қондық мұна үйді алып шығарып берсе емдеуге жәрдем етсе болды ма? Енді кеше үйіне бардым, үйінде де бір үй салып жатыр. Зарплатаға үй сала ала ма? Сол сіздің жылқышыңыз ғой, ақшасы көп шығар, сіз ақша беретін шығарсыз, соған салады. Жоқ, ол айлығын алып отыр. Сол айлыққа салған шығар енді. 150 мыңға кім үй салады? Айлығын көбейтсеңізші онда. Не деп көбейтер? Менің жылқыларымды жымқырып, үй салып алды деп тұрсыз ба? Жымқырып үй салып алды, балаларын бәрін үйлендірдім. Бәрін тойын жасадым. Балалардың барлығы семьялы болып, жұмысқа кіріп сөйтіп кетті ма? Бәрі. Бала шағалардың өзі баға ма балалары? Қазір ма? Иә. Бағып отыр. Енді қараңызшы, мен мынандай сұрақ туындайды. Енді 5 баласы есейіп, ер жетіп, әкесіне бір үй салып бере алмай ма? Жоқ. Неге? Ол зарплаттарын білем ғой. Мен үй салып ойнайсың, мен өзім строительный. Жоқ, қалай зарплаттарын білесіз сіз? Неге қайдан білесіз? Ол конфиденциальный информация ғой зарплата деген. Потому что біздерде бизнесмендер... Мысалы, Тайбек деген жігіттің зарплатасы қанша? Қай? Тайбек 400 мың алады, 420 мың алып жүрді ма бұл түрі? Енді 420 мың теңге. Аз ақша ма? Зарплатаға үй салат деген адам жоқ. Бірақ енді несие алған шығар. Білмейсіз ғой, енді қараңызшы. Кредитші жоқ, бәрін де тексердім ғой мен. Қалай тексересіз кредитші? Ол конфиденциальный информация ғой. Жоқ, ол деген... Жоқ, ладно, оны вопрос етеді. Жоқ, аға қараңыз. Сіз айтып тұрсыз, несиесін тексердім деп. Сіз жеке дербес ақпаратына қол сұқтыңыз ба сонда? Кім? Руслан, мен айтайын да, действительно, бұл менің ақадал малым ғой.